Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен королевская ватрушка пирогын жасайтын боламыз. Өте дәмді, дастарханның көркін ашып тұратын жейімтал пирог болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда тағы да басқа өте қызықты рецепттер бар. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қанты кішкене еріп кету керек. Сосын үстіне бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майды саламыз. Сары майдың проценті жоғарысыны қолдансаңыз, қамырыңыз өте песочный болып шығады. Енді 10 какао қопсытқыш тұзды араластырып аламыз, електен өткізіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дәл осы видеодағыдай араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде осылай какаомен қосып, електен өткізіп алсаңыздар, ешқандай комоктары қалмайды. Енді қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дәл осындай көріністе болады. Енді қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігі үлкендеу, біреуі кішілеу болады. Кішілеу бөлігін пакетке орап, мұздатқышқа салып қатырып алуымыз керек. Енді біз осы арада қамырдың үлкен бөлігін формаға жайып аламыз. Менде форманың көлемі 26 сантиметр. Қолымызбен не болмаса оқтаумен жайып аламыз, барлық жерін бір тегіс етіп. Сосын үстіні шаншқымен тесіп аламыз. Қамырға қопсытқыш қосылғандықтан қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан дәл осылай шаншқымен тесіп аламыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қант, 3 жұмыртқаны, қаймақты, кез келген дүкеннің қаймағы жарайды. Қаймақты саламыз, үстіне кукурузный крахмал салып аламыз, 2 ас қасығында. Енді осының барлығын жақсылап блендермен езіп араластырып аламыз. Бір келкі масса дайын болу керек бізде. Егер сіздерде блендер болмаса, жай ғана шаншқымен араластырып та жасай беруге болады. Дәл осындай видеодағыдай масса дайын болу керек бізде. Енді жайып алған қамырымыздың үстіне салмасын саламыз. Мұздатқышта мұздап қатып тұрған қамырымызды алып, үкіштен өткізіп, пирогтың үстіне салып шығамыз. Қамырымыз міндетті түрде қатып тұрған болуы керек. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке пирогымызды салып, 35-40 минут уақытта пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін формасында толықтай суытамыз, сосын барып формасынан шешетін боламыз. Суыған пирогымызды тағы да 2 сағатқа тоңазытқышқа салып алсақ, пирогымыз өте әдемі кесілетін болады. Сосын үстіні қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен малина қойып, үстіні қант ұнтағын сеуіп әсемдеп қойдым. Бұл міндетті емес. Пирогымыз дайын. Қазір сіздерге ішін кесіп көрсетемін. Өте дәмді пирог болып шығады, көрінісі де әдемі. Дастархандарыңыздың көркіні ашып тұрады. Қонақ келгенде ұялмай жасайтын пирог. Міне ішін көріп тұрсыздар, өте әдемі болып шығады. Қамыр үгітілмелі, өте дәмді пирог болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.